Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Қорған облысынан келген делегаттармен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы байланысты одан әрі нығайту жолдарын талқылады. Ресейдің Қорған облысымен әріптестік 2012 жылдан бері сәтті жүзеге асырылып келеді. Соның арқасында өнеркәсіп пен кәсіпкерлік салаларында біршама жетістіктер бар. Солтүстік Қазақстан үшін Ресей Федерациясы ең басты сауда-экономикалық әріптес болып табылады. Шекаралас елдің Омбы, Түмен, Қорған облыстарымен тұрақты байланыс орнатқаны сөзсіз. Соның арқасында 2015 жылдың 6 айында тауар айналымы 242 миллион ақш долларын құрапты. Оның 19 миллион долларға жуығы экспорт болса, 223 миллион доллары импортқа тиесілі. Недавно прошел саммит в Сочи. Жуырда ғана Сочиде саммит өтті. Онда қос мемлекет басшылары екі елдің әріптестігін ары қарай жалғастырып, биік белестерде бағындыруда біршама міндеттер қойды. Негізі біздің облыстың шет елдегі етене жұмыс жасайтын әріптесі Ресей. Жасыратыны жоқ, қазір Қытаймен де әріптестік орнаттық. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Канаданың ауыл шаруашылығы саласы біздікінен 10 есе, ал Ресейден 8 есе артық жұмыс істейді деп мысал келтірді. Міне сол резервтерді бірлесе пайдаланып, ауыл шаруашылығын көтеруіміз қажет. Ресейге көбінесе бидай, электроэнергиясы, құбырлар экспортталады екен, ал көршілес елден біз әсіресе мұнай өнімдерін, машина, кейбір азық-түліктерді аламыз. Қорған қаласының басшысы бастаған делегация шаһарды аралап бірнеше нысандармен танысып, өз ойларын айтып үлгерді. Сегодня, глядя на город Петропавловск, Бүгін Петропавлдағы маңызды нысандарды аралап жүріп, шаһардың кейпі өзгергенін байқадық. Әрине жақсы жағына неше түрлі әлеуметтік ғимараттар бой көтеріпті. Назарбаев зияткерлік мектебін атап өтпесе болмас. Зауыттарды да араладық. Қазақстанда кәсіпкерлерге берілетін көмек күшті. Көптеген қорғандықтар да осында келіп кәсіп ашып, істерінің шарапатын көріп жүр. Алдағы уақытта жұмылы жұмыс істейтініміз қуантады. Айта кеткен жөн, Солтүстік Қазақстан облысы биыл ауа райы дес берсе 5 миллион тонна бидай жинап алмақшы. Қорған облысының ауа райы біздікмен ұқсас болғандықтан, олар да осынша ырыс дәнін жиып аламыз деген ниетте. Сондықтан ауыл шаруашылығы саласында бірге жасайтын істер жеткілікті деп тарасты екі жақ. Назерке Ғалым, Орал Әмренов, ақпарат.